Тазалықшы Тоқтардың 9 жастағы ұлы кездейсоқ университеттегі бір аудиторияға кіріп кеткенде, ол өзінің алдында шешілмеген күрделі теңдеу тұрғанын білген жоқ. Ол тіпті өзінің қарапайым сызбалары біреудің ғылыми жолын өзгертіп жіберуі мүмкін екенін де ойлаған емес. Басында күмәнданған математика профессоры бұл баладан ерекше қабілетті емес, өзгеше ойлау түрін байқады. Бұл ойлау ерекше, ішкі тереңнен шығатын және шынайы еді. Бастамас бұрын пікірге қай қаладан қарап отырғаныңызды жазып қойыңыз. Егер Тоқтар сол күні 5-ақ минут кешігіп келгенде, оның ұлы ешқашан сол аудиторияға кірмес еді. Ол жас дәлізде еденге қарап отырған. Еденге жаңа жағылған балауыздың ізі жылтырап тұрды. Бұрышта жөндеу жұмыстары жүріп жатты. Айналада лак, шаң және тыныштық иісі сезілетін. Сол кеште әкесі әдеттегіден кешікті. 3-ші қабаттағы бір оқытушы күтпеген жерден тазалықшыға өтініш айтқан еді. Олжас оны күтіп отырғанына 40 минуттай болған. Рюкзагындағы вафли біткен, ал қолындағы шамның батарейкасы отырып қалған еді. Ол орнынан тұрып, дәліз бойымен жай жүріп, әйнек есікке келді. Есіктің ар жағында бір ғана аудитория бар еді. Ол түрлі ескертпе қағаздармен жапсырылып тасталған. Кіруге қатаң тыйым салынады. Семинар тек кесте бойынша. Олжас есікті итерді. Есік ашылып кетті. Ішінде ешкім жоқ. Тақта ғана үлкен, әппақ бормен толығымен жазылған, бір жерде формулалар қалдығы, біреулердің пікір таласынан қалғандай. Оң жақ бұрышта бір түрлі теңдеу тұр. Шала жазылғандай. Бөлшектер ішіндегі бөлшектер, ішке қарай бүктелген таңбалар, не нөмірі, не авторы, не сұрағы жоқ. Олжас тақтаның алдына келіп терезеге қарағандай үнсіз тұрды. Қалтасынан қолы өздігінен бірдеңе іздеді. Кәмпит қағаздарының арасынан көк түсті сабынның сынығын тауып алды. Бармағының ұшына дейін көтеріліп тақтаға бір сызық салды. Мектеп оқушысы сияқты болмады. Жай сурет сала салған жоқ, ол ішінен бір ырғақты естіп тұрғандай еді. 1, 2, қайта бөлшек, белгі. Ол теңдеуді шешуге тырысқан жоқ, тек оны тарқатып жатты. Сол сәтте, саған бұл жерге кім рұқсат берді? Олжас артына бұрылды. Есікте қарт адам тұр еді. Қара пальто, қолғап, шляпа. Бірақ ол баланы емес, тақтаны қарап тұрды. Қасында бір студент, дәлізден кофе мен кітап ұстап өткен жігіт. Ол тақтадағы түсініксіз жазуларды көріп, профессорды шақырған екен. Бұл сенің жазуың ба? Деді профессор. Толық емес, тек үйлеспей тұрған жерлерін ғана жөндедім, деді Олжас. Ұзақ үнсіздік орнады. Профессор мырза тақтаға жақындап, жазуларға баланың қолындағы көк сыныққа қайтадан тақтаға қарады. Бұл жай сәйкестік емес деп сыбырлады. Сен бұл қандай теңдеу екенін білесің бе? Жоқ, бірақ егер сол жағы қайталанып жатса, оң жағы логарифмдік бола алмайды. Ол уақытпен байланысты болу керек. Студент күлімсіреп басын шайқады. Атың кім? Олжас. Әкем осында еден жуады. Профессор тізесін бүгіп баланың көзіне тіке қарады. Оның жанарында енді ашу да, таң қалу да жоқ еді. Басқаша терең айтылмаған бір сезім бар еді. Ертең кешкі сағат 6-да әкеңмен бірге менің кабинетіме кел. Мекен жайды кафедрадан табасың. Бұл сенің кездейсоқ түсіне салған соңғы дүниең болады, деді де кетіп қалды. Олжас аудиторияда жалғыз қалды, тақта мен өз ойымен. Бұл өмірде алғаш рет ешкім түсіндіре алмайтын, бірақ маңызды бірдеңе жасағандай күй еді. 2 минуттан кейін әкесі келді. Қайда болдың? Деді ол. Олжас иығын көтерді. Ол әлі білмейтін. Бұл тақта оның өмірін түбегейлі өзгертті. Профессор Ерік мырза кабинетінде математикаға тән ештеңе жоқ еді. Қалың кітаптарда, формулаларда, таныс кестелерде жоқ. Тек ескі ағаш үстел, сағат және ішкі аулаға қараған терезе ғана. Терезе алдындағы кітаптың бұрыштары уақыттан дөңгеленіп кеткен. Бөлме тыныштыққа толы еді.
Олжас бірінші болып кірді. Артында Тоқтар көнерген свитер киіп, бас киімін қолына ұстап, есік алдында тоқтап қалды. Ол әлі де профессордың оларды не үшін шақырғанын түсінбей тұрған. «Отырыңыздар», деді Ерік мырза басын көтерместен. «Бұл жолы біреу үшін емес, бір нәрсе үшін келдіңіздер». Ол былғары папканы ашты. Ішінде кестесі бар бір парақ пен ерекше сұрақтар тізімі бар. Ешқандай сандарсыз, тақырыпсыз, тек күндер, есімдер, сызылған фамилиялар және 11 әріптік таңба ғана. «Олжас», деді профессор, «сен сол аудиторияға дұрыс емес уақытта, бірақ дұрыс себеппен келдің. Менде саған бір ұсыныс бар. Бірақ бұл ресми емес, сондықтан қауіп те бар». Олжас басын изеді. «Бір ерекше бағдарлама бар. Ішінде 3 бала. Үшеуі де сен сияқты ерекше. Біреу зертханада тұрады, екіншісі бордың сықырлаған ұнатпай тақтаға тырнағымен жазады. Олар бәрінен бөлек ойлайды. Олардың ойлау жүйесі басқаша. Бірақ сол бағдарламаға кіру оңай емес. Арнайы ұсыныспен сынақтан өту керек». Тоқтар демін ішіне тартып, «Кешіріңіз, қандай сынақ? Біз дайын емеспіз», дей бергенде профессор сөзін бөліп жіберді. «Дайын емеспіз дегенді ұмытыңыз. Ешкім ештеңеге мәжбүрлемейді. Бірақ мүмкіндік бір-ақ рет беріледі. Қайта тапсыру болмайды. Түсіндіру де жеңілдік те жоқ». Сөйтті де профессор шкафтан жіңішке қорап алып үстелге қойды. Қорап ішінде мөрленген 4 бет қағаз және бір қалам жатыр екен. Бұл әдеттегі емтихан емес. Сұрақтар оқулықтан алынбаған. Жауапты жаттап алу мүмкін емес. Тек өз ойыңмен жұмыс істейсің. Ойың қандай? Солай жаз. 3 сағат уақыт беріледі. Залда тек мен болам. Егер қолыңнан келмесе жай ғана шығасың. Ал өтсең, ешкім ештеңе сұрамайды». Олжас қағаздарға ертегі кітапқа қарағандай қарап қалды. Ашқысы келеді, бірақ ерте сияқты. «Қашан?» «Ертең кешкі 6-да. Осында кел». Екеуі үнсіз шықты. Ескі лифт әр қабатта дірілдеп, жарығы жыпылықтап тұрады. Тоқтар ұлын иығынан құшақтап іштей ойға батты. Бүгінге дейін бізге ешкім таңдау берген емес. Тек өмір сүрудің жолын ғана ұсынып келді. Көшеге шыққанда, «Сен сенімдісің бе?» деді. «Иә», деді Олжас. «Бұл баспалдақ секілді. Мүмкін ол биікке апармас. Бірақ ең бастысы, ол бар». Сол түні Олжастың ұйқысы келмеді. Қорыққаннан емес, тек ойланды. Өмірінде алғаш рет өз бетінше кітапсыз шын мәнінде бірдеңе шешкен сәті есіне түсті. 7 жасында асханада отырғанда бір салфеткаға ойын жазып еді. Сол кезде есептің бір жері дұрыс еместігін байқап оны өзгертті. Бұл жоғары математика екенін қайдан білсін, тек бұл дұрыс емес екенін жүрегімен сезді. Келесі күні Олжас жалғыз келді. Профессор есік алдында күтіп алды да ішке өткізіп, үстелге отыруын сұрады. Алдында 4 бет қағаз, қасында сағат. Үнсіздік. «Дайынсың ба?» «Иә». «Онда бастайық». Бірінші есеп қорқынышты емес еді. Формуладан бір логика жетіспейтінін байқады. Қандай әдіс қолдану керек екенін білмесе де, ішкі сезіммен дұрыс емес екенін ұқты. Екінші тапсырма кеме мен уақыт туралы. Олжас есептемеді. Егер уақыт түзу емес доға болса, не болар еді деп елестетті. Бұл дайын жауап емес еді. Бұл ой. Үшінші тапсырмада егер тізбек тұйықталмай қайта айналып келсе, оның уақытына әсері қандай делінген. Ол былай жазды. «Мүмкін ол шеңбер емес, жады шығар. Біз кейде өткенмен қайталануды ажырата алмаймыз. Демек қозғалыс түзу емес, тыныс алу секілді». Соңғы бетте бір ғана сұрақ тұрды. Бұл есеп неге маңызды? Олжас төбеге қарап ойланып отырды да жайлап сөзбен жазды. Егер есеп қайта-қайта қайталана берсе, демек біз уақытты әлі түсінбегенбіз. Профессор ұзақ үнсіз оқыды. Сосын келіп, Олжастың иығына қолын қойды. «Сен формулаларды білмейсің, терминдерді. Бірақ жолды білесің. Бұл сирек кездесетін қасиет. Мұны ешкім үйрете алмайды. Ол ішіңде. Сен бұл жолда шынайы жүріп өттің». Олжас жай ғана қарады. Не қуаныш, не таңғалу жоқ, тек тыныш қабылдады.
Сонда мен қабылдандым ба? Жоқ, деді профессор күлімсіреп. Сен баяғыда қабылданғансың. Біреудің аяқталмаған формуласын жалғастырып, оны тірілткен кезіңде. Бүгін тек сенің кездейсоқ емес екеніңді дәлелдедің. Сен түсінесің бе? Енді сені күнде тексеріп отырады. Бұл жолы сөзді профессор емес, бір бой жеткен айтты. Бұл Лаура еді, 4-ші курс студенті. Сол жабық бағдарламаның қатысушысы. Ол Олжасты алғаш рет ішкі семинарлар тізімінде аты шыққан күні кездестірді. Олжас кестеге қарап тұрды. Лаура оны күле қарап, аяқ киіміңде скотч жабысып тұр деді. Ал сенің мойныңда формула пішінді алқа бар деп сабырмен жауап берді Олжас. Осы сәттен бастап оның жаңа өмірі басталды. Ол ешқашан армандамаған университеттің бір бөлшегіне айналды. Әлі де ескі сөмкесі сықырлайтын, күртесі бояудың иісін сақтап тұратын. Бірақ енді ол кірген аудиторияда үнсіздік сөзден терең, ал тақта жай құрал емес, шынайы шайқас алаңы болды. Ал бірінші сабақта профессор 19 тапсырма берді. Бұл есеп туралы ашық, еш жерде айтылмайтын, барлығы білетін, бірақ талқылаудан қорқатын. Ол бір бос орын сияқты, алайда оны шешуге ешкімнің батылы жетпейтін. Олжас бірден бәрін түсінгенін айтқан жоқ. Түнде өзі алғаш тақтаны көрген аудиторияға келіп жазуға кірісті. Әуелі сызбалар, сосын түрлендірулер бір сәтте тоқтап қалды. Күмәнданғаннан емес, тақта әлі дайын емес сияқты сезінді. Сол жерге 3 рет қайтып келіп, әр жолы жаңа бір сызық, жаңа бір ой қосып отырды. Бір кеште формула өз орнын тапты. Ол ешкімге айтқан жоқ, барлығын сол күйі қалдырды. Таңертең Лаура көріп қалды. Есіктің сыртында тұрып, ішке кірмей үнсіз қарап тұрды. Бұл сенің жұмысың ба? Деп сыбырлады. Білмеймін, деді Олжас шын ниетімен. Мен тек... Бір сағат өтпей бүкіл университет гуілдеп кетті. Жыртық сөмке асынып жүрген бала 19 есепті шешіпті деген жаңалық әп-сәтте тарады. Түстен кейін оны деканатқа шақырды. Комиссияда 3 адам отыр. Бірі логика маманы, бірі топология саласынан, үшіншісі студенттер кеңесінің мүшесі, үнсіз тек дәптеріне жазып отыр. Бізге шағым түсті, деді бірінші профессор. Белгісіз біреу бұл жұмыстың сенікі емес екенін айтып отыр. Не үшін, деді Олжас. Негізгі себеп, бұл есепті сен шеше алмайсың. Демек басқа біреу көмектесті. Олжас терезеге қарап тұрып, сосын баяу тақтаға жақындап, бормен бір сөйлем жазды. Маған жауабым сендірмесе де болады. Маған сендердің мен жүріп өткен жолға сенгендерің маңызды. Бірде-бір адам жауап қатпады. Жарты сағаттан соң оны үнсіз шығарып салды. Тексеру 7 күнге созылды. Сол уақыт ішінде Олжас жауабын 3 рет қайта жазып шықты. Әр жолы түрлі тәсілмен. Барлық нұсқада ойдың өзегі бірдей болды. Дайын жұмыстармен ешқандай ұқсастық табылмады. Сырттан көмектескен белгі де болған жоқ. 8-ші күні профессор Ерік мырза аудиторияға кіріп келді. Олжас жалғыз өзі ескі кітапты оқып отыр екен. Ол кітап әлі реформа жасалмаған таңбалармен жазылған еді. Комиссия сенің жұмысыңды түпнұсқа деп таныды. Шағым қабылданбайды. Яғни, сенің жауабың екені расталды. Декан мұны саған өзі айтқысы келген, бірақ мен өзім жеткізгім келді. Неге деп сұрады Олжас. Өйткені бұл соңғы 20 жылда мен формулаға емес, адамға сенген алғашқы сәтім. Ол қолына жұқа бір папка ұстатты. Ішінде академиялық журналдың көшірмесі бар еді. Мұқабасында мақаланың атауы. 19 есеп аясындағы тұрақсыз симметриялар. Уақыт құрылымы тұрғысынан көзқарас. Авторы Олжас Тоқтарұлы. Енді сен тәлімгерсің, деді профессор. Ресми түрде емес, бірақ саған сұрақпен, күмәнмен келетіндер болады енді. Мен дайынмын, деді Олжас. Мен білетін адам болмай-ақ қояйын, бірақ білмеуден қорықпайтын болам. Келесі күні дәлізде қолмен жазылған қағаз пайда болды. Бейсенбі 14-14. Баға қойылмайтын, баяндама талап етілмейтін математикалық клуб. Алғашында 2 адам келді, сосын 5, артынан 13. Арасында бормен жазғанда қол дірілдейтін қыз да болды. Еш сөйлемейтін, тек жазатын ұл бала да келді.
Бір студент көзі қызарып былай деді: мені лекцияларға шақырмайды, себебі мен баяу ойлаймын. Мұнда қанша ұзақ ойлансаң да болады, деп жауап берді Олжас. Себебі асығып ойлансаң формуланың қалай тыныстайтынын ести алмай қаласың. Олжастың мақаласы жарияланғаннан кейін бар жоғы 2 апта өтті. Бірақ осы қысқа уақыттың ішінде бұрын ұмыт бола бастаған 19 есеп қайта талқылана бастады. Бұл жолы ол кедергі емес, мүмкіндік ретінде қарастырылды. Университетте бұл есепке бұрын профессорлардың өзі де жақындауға жүрексінетін. Ал енді оны шешкен 15-ке де толмаған студент. Кейбір оқытушылар студенттерге сол мақалаға назар аударуға кеңес берді. Ал басқалары оны елемеуге тырысты. Бірақ арасында мынандай пікір айтқандар да болды. Бұл кездейсоқ жолы болған интуиция ғана, нағыз математика емес. Тіпті кейбіреулер шалғайдан келген немесе қала мектебінде оқымаған бала деп, Олжастың шыққан жерін меңзеп, оны ғылыми ортаға лайық емес деп көрсетуге тырысты. Бұндай сөздер көбіне есепті өздері шеше алмағандар тарапынан айтылды. Олжас бәрін естіп жүрді, бірақ ештеңе демейтін. Ол сол баяғыша лекцияларға қатысып, табаны тозып кеткен аяқ киімін тағы бір қабат скотчпен жамап киіп жүрді. Әр бейсенбіде түнгі 2:14-те есікті ашатын. Оған жоғарғы курсқа ауысуға академиялық мүмкіндік берілген еді, бірақ ол бас тартты. Мен артта қалып жатқан жоқпын, мен зерттеп жүрмін деді. Бірде оған бұрын мүлде көрмеген бір адам келді. Ұзын бойлы, металл жиекті көзілдірігі бар, даусында әр сөзі дәл өлшенгендей естілетін адам. Менің атым Шыңғыс, мен жиындар теориясын оқимын, және сен өтінім бермеген бағдарламада сабақ беремін. Иә, мен ол жерге өтінім бермедім. Енді бердің. Курс қиын, бірақ сен секілділерге арналған. Сабақтар жертөледе өтеді. Тақырыптар алдын ала жарияланбайды. Әр дәріске тек кіріспе есебін шеше алғандар ғана кіре алады. Мен жиындар теориясын білмеймін, деді Олжас. Онда жоғалып кетпейтініңді дәлелде, деді Шыңғыс. Ол оған бір бет қағаз берді. Онда жұмбақ секілді сұрақ тұрды. Шексіздік белгісі бір тәртіпке түсетін болса не болады? Ал бос жиын бақылау нәтижесінде өзгеретін болса ше? Олжас бұған жай есеп секілді емес, диалог секілді қарады. Келесі күні ол жауабын алып келді. Шыңғыс ештеңе деместен оған ескі бір кілт берді. Кілтте нөмір мен белгісіз сақина бар еді. Жертөле, 7-ші есік. Сабақ кестесі жоқ. Белгі күте бер. Бірінші сабақта 8 адам болды. Барлығы Олжастан үлкен, кейбірі тіпті түлектер. Бөлмеде бір ғана шам, 2 тақта ғана. Олжас бұрышқа барып отырды. Шыңғыс тақтаға жақындап, жалғыз ғана сөз жазды. Құрылым. Сосын бұрылып: егер сіздер бұл сөздің мағынасын білетініңізге сенімді болсаңыз, сіз бұл жерге бекер келгенсіз, деді. Ол сөйлей бастады. Конспект те жоқ, слайд та жоқ, тек тақта, бор, дауыс. 30 минут өткен соң көпшілік формулаларды емес, мағына мен сұрақтарды жаза бастады. Олжас тыңдап отырды да қол көтерді. Егер құрылым тек оған қарағанда ғана пайда болса, онда ол бақылаушыға тәуелді. Шыңғыс тоқтап қалды. Бәрі тынышталып тыңдай қалды. Ал егер бақылаушы өзгерсе, құрылым да өзгереді, деп жалғастырды Олжас. Профессор тақтаға баяу келіп, қасына екінші сөзді жазды. Шағылысу. Сабақ аяқталды. Бір айдан кейін Олжасты жас зерттеушілерге арналған жабық семинарға шақырды. Залда 22 адам отырды. Бәрінің ноутбугі, төс белгілері, баяндамалары бар. Олжас тақтаға шықты да бір-ақ сөйлем жазды. Барлық есептің шешімі болмайды. Сосын 3 жылдан бері ешкім шеше алмаған формуланы мысалға келтірді. Оның құрылымы сызықтық емес, шеңберлік екенін көрсетті. Тақтаны айналдырып, оны спираль түрінде салып берді. Залда үнсіздік. Бір студент шыдамай кетті. Бұл дәлел емес, бұл жай ғана бақылау. Дұрыс, деді Олжас.
Бірақ кейде дәлел бақылаудан басталады, керісінше емес. Семинардан кейін профессор Шыңғыс мырза келіп, сен оқушы емессің, сен айнасың, басқаларға өздерін көруге көмектесесің, жалғастыра бер, деді. Сол түні Олжас әр бейсенбі сайын ашатын есіктің сыртына жаңа жазу ілінді. Бұл жерде бәрін білу міндетті емес. Ең бастысы не үшін білгің келетінін түсіну. Келушілерді көбейді. Бір күні тіпті ештеңе деместен жай ғана келіп, скамейкаға отырып алған профессордың өзі келді. Бейсенбі, түнгі сағат 2:14. Олжас есікті ашты. Бөлме тыныш. Жалғыз шам тақтаны жарықтандырып тұр. Алғашқы адамдар үнсіз кіріп келді. Әр қайсының өз дәптері, өз ойы, өз қорқынышы бар. Бірі бәрін жатқа жазатын ұл бала, бірі сұрақтарын тек қағазбен қоятын қыз, бірі рюкзактағы жыртық, көзі ауыр ойларға толы жаңа бала. Бүгінгі тақырып келесі қадамға бастайтын қателік, деді Олжас. Сосын боралып тақтаға бір ғана сөз жазды. Сенімсіздік. Біреу айтқан екен, қателескен адамға сенуге болмайды. Мен айтамын, егер қателеспеген болсаң, саған сенудің де қажет жоқ, өйткені сен жолмен жүрмедің. Бұл жерде ешкім сіздерге баға қоймайды. Бұл жол кім бастайды? Бұрышта отырған үнсіз бала қолын көтерді. Ол алғаш рет сөйледі. Мен шек дегенді түсінбеймін. Мұны айтуға қорқамын. Барлығы түсінді. Тек мен түсінбедім. Жоқ, деді Олжас. Қателік сенің түсінбегеніңде емес. Қателік өзіңді жалғызбын деп ойлағаныңда. Ол тақтаға келіп сатының суретін салды. Бірінші сатыда 0, екінші сатыда 1, үшіншісінде сан емес, тек жоғарғы бағытталған жебе. Бұл шектер нәтиже емес, бұл бұрын ешкім бармаған жерге баруға тырысу. Апталар өте берді, адамдар келіп кетіп жүрді. Бірі мүлде кетсе, бірі қайта оралып келді. Осы клуб жайлы әңгіме бүкіл факультетке жайылды. Кейбір мұғалімдер бұны қауіпті еркін ойлау деп көрді, ал басқалары дәл осы клубты факультеттердің ішіндегі ең шынайысы деп бағалады. Бірде тіпті факультеттің деканы келді, есімін де айтпады, тек бұрышта тұрып үнсіз тыңдады. Барлығы біткен соң Олжасқа келіп, неге сен осындай түнгі сағат 2-де өткізесің? Деп сұрады. Себебі дәл осы уақытта адамдар қорқуын азайтады, деді Олжас. Неден қорқады? Өз ойын ашық айтуға. Дәл сол күзде Олжас ерекше бір есеппен айналыса бастады. Көп адам оны шынайы есеп емес, жай философиялық ой деп ойлайтын. Есеп уақытша графтар парадоксы деп аталды. Оның тұжырымдамасы өте түсініксіз, тұрақсыз болған сонша ешқандай бағдарламаға енгізілмеген. Көпшілік оны қозғауға қорқатын. Олжас бұл есепті шешуде емес, оның жұмыс істеу жолын түсінуді қалады. Бір айдан соң ол алғашқы жазбаларын Шыңғысқа көрсетті. Шыңғыс мырза ұзақ үндемей қарап тұрды да айтты. Бұл дәлел емес. Бұл жаңалық. Бірақ сен бақылау деген ұғымның өзін бұзып жатырсың. Осының қандай салдары болатынын түсінесің бе? Түсінем, бірақ тоқтай алмаймын. Сенің үстіңнен сынап жеп қояды. Мен онсыз да аштыққа үйреніп қалғанмын, деді Олжас. Сонда Шыңғыс былай деді. Бұл жұмысыңды жариялама. Әлі ерте. Алдымен сенімді бол. Олжас клубтағы достарына жүгінді, бірақ жұмысты толық бермеді. Әрқайсысына тек бір бөлігін ғана көрсетті. Әркім өз көзқарасымен қарасын деп. Кейін Олжас бәрі дайын болғанын түсініп, жұмысын рәсімдеп тақырыбын қысқа етіп қойды. Уақытша графтардағы тербелмелі бақылау. Ол мақаласын әдетте мұндай тақырыптарды қабылдамайтын ғылыми журналға жіберді. Бірақ Олжастың есімі белгілі бола бастаған еді. Көп ұзамай жауап келді. Конференцияға шақырту. Бұл конкурста қорғау да емес, бұл шақырту. Онда 20 жылдан бері зерттеу жасап жүрген профессорлар сөйлейтін. Олжас 3 күн дайындалды, бірақ формулаларға емес. Кезек оған келгенде ол сахнаға қарапайым көйлекпен шықты. Жанында баяғы рюкзагы. Түрі баяғыдай ештеңе талап етпейтін сабырлы. Ол айтты. Мен 7 жасымда бір есепті майлықтың үстіне шығарып едім. Ол кезде оның жоғары математика екен білмедім. Тек бір нәрсені білдім. Бұл дұрыс емес деген. Бүгін мен сол есепті шештім бе білмеймін, бірақ мен қарап шықтым. Көп адам қарақсы келмейтін жаққа. Себебі ол жақта бәрі бұлдыр, түсініксіз. Ол тақтаға бұрылып жазды.
Егер графты бақылау мүмкін болмаса, мүмкін бақылау өзі графқа бағынбайтын шығар. Бүкіл зал тынышталып қалды. Ол тағы да былай деді: мен өзімді кішкентай сезінбеймін. Мен өзімді шынайы сезінем. Кейінірек конференциядан соң бір журналист диктофонмен келіп: сіз қазір үлкен атаққа ие боласыз. Сіз бұны түсініп тұрсыз ба? Олжас оған қарап: маған атақ керек емес. Маған керегі біреу бір күні өз қатесінен қорықпаса екен деді де кетіп қалды. Бөлмеде ешкім қалмаған еді. Тек тақтада бір сөйлем қалып қойды: мен өзімді кішкентай сезінбеймін. Мен өзімді шынайы сезінем. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесіде кездескенше.